Намазды бұзуға қандай жағдайда рұқсат етіледі? Шариғат бойынша намаз оқып тұрған адамның еріксіз әрекет етуі керек болған жағдайлар орын алса, намазды амалсыз бұзады. Атап айтар болсақ, мына жағдайларда парыз намазды бұзуға рұқсат етіледі. Біріншіден, егер балаға қауіп қатер төнетін болса, яғни пісіріліп жатқан тамақтың баланың үстіне төгіліп кетуінен немесе баланың күйіп қалуынан сезіктенген жағдайда парыз намазды бұзуға рұқсат етіледі. Екіншіден, жүкті әйел намаз оқып тұрған кезінде толғағы басталса, яғни толғағы келсе, намазын бұзуға рұқсат етіледі. Үшіншіден, намаз оқып тұрған кезде адамның өміріне қауіп төндіретін жануарлар, яғни аңдар мен жәндіктер адамға шабуыл жасаған кезде намазды бұзуға рұқсат етіледі. Төртіншіден, егер намаз оқу кезінде өзіңіздің мүлкіңіз немесе сізге біреу тапсырып кеткен мүлкіңізді біреу алып кетпек болған жағдайда намазды бұзуға рұқсат етіледі. Соңғысы, намаз оқу кезінде кіші немесе үлкен дәрет қысып, жайсыздық сезініп, мазаңыз қашса, намазды бұзуға рұқсат етіледі. Ақпарат пайдалы болса, каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.